Сәлем жас дос. Сен Павлодар облысы білім беру басқармасының жастар арнасындасың. Бүгін бейнематериалдың тақырыбында белгілі болғандай, біз сендермен күрделі заттарды қарапайым тілмен түсіндіретін 5 кітап жайлы әңгімелесеміз. Бұл менің өзімнің жеке тізімім, сондықтан да сенмен бөліскім келеді. Егер дүние танымыңды дамытып, білім қорыңды арттырғың келсе, видеоны соңына дейін қара. 5-ші орында Рихард Курант, Герберт Робинс. Математика деген не? Достар, сендер мектепте оқып жүрген математиканың бұл ғылымнан кішкене басқашалау екенін білетін бе едіңдер? Мен білмейді екем. Осы авторлар арқылы математика деген ғылымның тереңіне бойлай бастадым. Кітап өте қарапайым тілмен жазылып басталған, алайда күрделі этаптарға ауысып кете береді. Өйткені математика өте қиын ғылым. Оқыңдар. Норман Дэвис, Европа тарихы. Европада қазір біз талпынып жүрген демократия, адам құқы, түрлі құндылықтар бірден пайда болмағаны белгілі. Европа қазір әлем үшін идеал болып көрінгенмен, оның да тарихында ақтаңдақтар болуы мүмкін. Дәл осы кітапта Исландия мен Еділге дейінгі аралықта мекендеген халықтардың тарихы жазылған. Кітап өте субъективті ойларға, логикаға толы сөйлемдерге, оқиғаларға бай. Кеңес берем. Үздік үштікте Маргарет Тэтчердің мемлекетті басқару құпиясы. Маргарет Тэтчерді бәріміз білетін шығармыз. 1979-90 жылдары Біріккен Корольдіктердің премьер-министрі болған. Саясат туралы бәріміз айтқымыз келеді. Ол жөнінде ақылшылар өте көп. Бірі мемлекетті былай басқару керек, былай басқару керек. Алайда бұл мәселені таксистер мен критиктер емес, нағыз осы істің мамандары, шеберлері айтуы керек сияқты. Кітапта Маргарет Тэтчер, темір леди, дәл осы баспалдақтағы құпиясымен өзінің жетістіктерімен бөліскен. Сонымен қатар Қытай, ақш, Үндістан секілді алпауыт мемлекеттердің саяси аренадағы орнына сараптама жасалған. Саяси сауатты болғың келе ме? Мархабат. 2-ші орын Ха Джунг Чанг, экономика қалай құрылған. Жалпы заман ағымы өзгергелі қашан. Біз нарықты экономикаға қадам басқан ұрпақпыз. Алайда қаржылай сауаттылық көбімізге жетпей жатады. Ақшаны қалай жинауды білмейміз. Оңды солды жұмсағанды бәріміз жақсы көреміз. Айтыңдаршы. Дәл осы кітапта Кембридж университетінің профессоры Ха Джунг Чанг бізге ақшаны қалай жинау керектігін, қаржылай қалай сауатты болу керектігін үйретеді. Қарапайым тілмен жазылған. Ақша жинап үйреніңдер. Парадтың алғашқы орында менің сүйікті жазушым Стивен Хокинг, уақыттың қысқаша тарихы. Жалпы Стивен Хокингті көбің білетін шығарсыңдар. Ол мүгедек арбасына таңылып отырып, әлемге белгілі физик теоретик, ғылымның нағыз жарық жұлдызына айналған. Ол ешқандай да әрекет жасамай, өзінің көзімен компьютер арқылы басқарып, сол арқылы өзінің ойын жеткізіп, кітаптар жазған үлкен ғалым. Ең басы үлкен адам. Уақыттың қысқаша тарихында жалпы әлем, кеңістік, қара құрдым, жұлдыздар сыры жайлы мәліметтер ешқандай да бір ғылыми тілмен емес, қарапайым сөздермен ертегі бір фантастикалық әңгіме секілді жазған. Алайда оның барлығы шындыққа сай келетін болжамдар, теориялар. Бұл Стивен Хокингтің өзінің әлемі. Құрметті достар, осымен менің тізімім аяқталды. Осы кітаптың біреуін болса да оқисыңдар деп үміттенемін. Оқыңдар, өте пайдалы. Сөз соңында отандық ғылыми портал, жалғыз ғылыми портал Ойла KZ сайтын оқуға кеңес беремін. Бұл ешқандай да жарнама емес, достар. Біз олармен ешқандай байланыста емеспіз. Алайда сендердің ғылым мен білімге құштар болып өскендеріңді қалаймын. Сондықтан да осы сайтты анда-санда қарап, мақалаларын оқып тұруға кеңес беремін. Айтпақшы, кітаптардың электронды нұсқасында, түпнұсқасында табу аса қиын болмайды, себебі бұлар әлемдік деңгейге көтерілген өте танымал атақты авторлардың кітаптары. Келесі кездескенше